Бәрімізге мәлім, былтырғы жылы өте қуаңшылық жағдай болды. Көпті кестік, ушилік агрегатын пайдаланып. Сара жетпіс қой, бізде пайдаланады, жергілікті осы инструкция алғаннан кейін бізде жауым болды. Бір заправка 20 минуттай уақыт өтті. YouTube-тың желісінен қарап, содан көрдім да, содан хабарластым. Сіз осы районда бір алғашқы пионер болып тұрсыз ғой? Сәлеметсіздер ме, құрметті отандастар. Бүгін біз Ақтөбе облысы Айтелке би ауданы Мұра шаруа қожалығына келіп отырмыз. Бұл шаруашылыққа келген себебіміз бой күшімен жасалған Қазақстанда өндірілген өнеркәсіптік микробиология компаниясының фосфобацтерин атты тыңайтқышын осы шаруашылықта ең алғаш осы Ақтөбе облысында қолданып отыр. Сондықтан сол биотыңайтқыштардың қолдану нәтижелерін осы шаруашылықтың басшысы Мұрат мырзадан сұхбат алу үшін келіп отырмыз. Ал біз енді мынау Мұра шаруа қожалығына келіп тұрмыз. Осы Мұра шаруа қожалығының жетекшісі, басшысы Мұрат мырза. Ол өзіңізге сөз, өзіңіздің шаруашылық жайлы айтып кетсеңіз. Қай жылы құрылды, неден бастадыңыз, қандай дақылдармен айналысасыз? Сол жайлы айтып кетсеңіз. Так, Мұра шаруа қожалығы 1999 жылы құрылды. Содан бері тек бидай, арпа, негізі сол егіледі, сол дақылдар. Одан кейін соңғы кезде климаттың өзгеруіне байланысты басқа нелерді қарап жатырмыз, дақылдарды. Соның ішінде қазір сафлор егеміз. Енді неге байланысты? Қолымыздан келгенше, пока техникалық мүмкіндікке байланысты. Енді осы уже соңғы рет былай алған неміз 2016 жыл болды, осындай не. Содан бері осы не жоқ, астық шыққан жоқ. Биыл беріп тұр. Ауа райының қолайсыздығына байланысты. Неше гектар жерге егілді? 600 гектарға ектім. Сол 600 гектардың 150 сафлор, 450 бидай. Өзіңіздің жеке шаруашылығыңыздың жері да? Осы өзінің жеке шаруашылығының жері Айтелке ауданында орналасқан Жамбыл селкісі округінде. Ал енді сіз айтып өтсеңіз, мынау қазіргі біздің тұрған алқабымыз бидай өсірілген. Бұл жерде 150 гектар ма жер? 450 гектар да? 450 гектар. Енді осы бидай жайлы айтып кетсеңіз, қандай агротехникалық жұмыстар қолдандыңыз биылғы жылы? Сіз жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, 216-дан бері қарай ауа райының қолайсыздығына байланысты бәрімізге мәлім, былтырғы жылы өте қуаңшылық жағдай болды. Енді биыл көп жерде айтып жатыр, жауын шашында болды, кішкене былтырға қарағанда сәл болса да бір жақсы не болып жатыр деп. Енді ол біздің Қазақстан ғана емес, бүкіл әлемде қазір сондай проблемалар болып жатыр. Енді сол өзіңізді мынау агротехникалық жұмыстарың жайлы айтып кетсеңіз. Енді биыл көктемде ылғал болды, сол ылғалды ұстап қалу үшін ылғал жаптық. Шамалы көпті кестік, ушилік агрегатын пайдаланып. Одан кейін препарат алып. Бидай біздің өзіміздің жергілікті сорт па? Жергілікті сорт. Сара жетпіс қой, бізде пайдаланатын жергілікті осы сара жетпіс. Осы сіздердің пайдаланатын жеріміз. өңірге бейімделген. Бейімделген. Сара жетпіс. Сол енді өнімдігін арттыру үшін биопрепаратты пайдаландық шамалы. Көрейік деп биыл қалай болады. Бірінші жылы пайдаландық? Бірінші жылы,
бірінші жылы пайдаланып тұрсыз. Препараттың аты фосфобацилин. Иә, Фосфобацилин. Енді осы фосфобацилин жайлы айтсақ, сіз оны қайдан білдіңіз, қайдан естідіңіз? Біреу айтты ма, жоқ әлде өзіңіз? Оны желіден қарап отырып, YouTube-тың желісінен қарап отырып, содан көрдім да, содан хабарластым. Содан сөйлесіп жігіттермен олардың несін, ақыл кеңесін алып, содан солардан алдырдым. 600 гектарға алдырдым мен. 600 гектарға. Соның бәрін қолдандыңыз? Бәрін қолдандым. Енді дұрыс, енді ол препараттың ТО өнеркәсіптік микробиология деген компания, солар өндіретін фосфобацилин, біздің өндіретін препаратымыз фосфобацилин деген. Өнім әлі алған жоқсыз, енді ғана өнім алайын деп жатсыз. Ал бұлай енді визуально дейді ғой, бір көзқараспен былтырғадан ерекшеліктер болды ма препарат қолданып, сол жайлы айтып кетсеңіз. Енді былтырғанда әлі қайда өте жақсы биыл. Өзіңіздің көңіліңіз толады? Құдайға шүкір, биыл жақсы. Оннан артық беретін шығар деп ойлап тұрмыз енді қолдан келсе. Бір 3-4 күнде уже осы аптада сіз бастайсыз 3-4 күнде да? Техниканы дайындап бастаймыз. Техниканы тастап. Ал Мұрат мырза, тағы бір сұрайын дегеніміз, біз препаратты сізге беріп жүргеннен кейін, енді бұл былайға айтқанда фосфорлық тыңайтқыш қой, соны қалай қолдандыңыз? Оны қолдану тәсілдерін біз сізге инструкциямен бердік, бірақ енді әр шаруашылықтың өзінің ерекшелігі болады. Соған байланысты өзіңіз қалай қолдандыңыз? Оны мен инструкция алғаннан кейін бізде жауым болды. Ол алдын ала өңдеуге мүмкіншілік болмады. Өйткені көп жататын болса, ол өз күшін жояды. Солай. Сондықтан біз деген сейілкінің ящигінде өңдедік. Тие отырып, бүрткіш распылителмен соны шашып, қолмен былғап отырдық. Бір күш құралдар бар ғой, кәдімгі. Күнделікті қолданатын, мысалы, ранец бар, басқа да бар, сондаймен шашып отырып, оны дозаны ұстап отырдыңыз ғой, айтқан доза бойынша. Айтқан норманы ешқандай бұзған жоқсыз. Сол бойынша жаңа сейілканың ішіне салып, тұқымды араластырып, сразу ектіңіздер, да? Сразу ектік, Сразу ектіңіздер, Ол өзі заправка дегенше, 5 сейілкіні, уже бір 20 минуттай уақыт өтеді. Бір заправка 20 минуттай уақыт өтеді? Жоқ, бір заправка. Өткен қолдап жасадық қой. Құлап, бірге оборот жасадық. Ол қайтып келгеннен қайтадан өңдейсіз, да? Заправка біткеннен кейін, қайта нестегеннен кейін, қайта солай өңдейміз, саламыз. Ал енді солай препаратты қолданған сізде ыңғайлы болды ма, қандай? Енді шамалы нелсіздер де бар, уақыт алу болмаса, қалған кезде өзгердік уақытында. Сауып уақытында үлгердіңіздер. Ал енді осы өңірде енді бізде бірінші рет келіп отырмыз, мына Ақтөбе облысына. Көп біздің препаратты көп шаруашылықтар білмейді. Өзіңіз сияқты шаруашылықтарға қандай бір ұсыныстар айтатыныңыз осы біздің? Енді Құдай қаласа бастағасын ертең несін көрсек, алымы түсімін көреміз, содан кейін өзі байқалады, сұрай бастайды қасындағылар. Сол кезде уже нақты айтуға болады. Даже көрсетіп, несін беру болады. Координаттарын. Менде бар ғой, бәрі бүкіл координаттарымыз. Өйткені уже қорықпай бере аласың да, түсіндіріп. Өздері немді алғаннан кейін өзі тез адам сенеді ол. Сіз осы районда бір алғашқы пионер болып тұрсыз ғой, осы препаратты қолдану жайлы. Ал енді сізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Мынау енді жақсы өнімді алыңыз деп. Аумин. Ары қарай да өзіміздің мысалы неміз бірлесіп жұмыс істеуге мүмкіншілік бар деп ойлаймын. Ары қарай да бірге жұмыс істеуге міндетті түрде жұмыс істейміз ғой. Обязательно жұмыс істейміз ғой.